Қалаулымның ардагері Ақжарқын Жомартова тұрмыс құрып жатыр. Мына видеода бостандық немесе күйеу, осы екеуінің қайсысын таңдасам екен деген трендтегі видео болған. Енді жасы 30-дан асып 40-қа таяған шағында ақ келін атанып, ақ босақ атанып, тіпті қалаулымның жүргізушісі Аша Матайдың өзі шығарып салып жатыр. Бұл тойда көріп отқандарыңыздай қалаулымдағы атақты блогерлер, кезінде осы жерден шыққан блогерлер, қазіргі блогерлер тіпті бір-бірлерін танып, бір-бірлерімен неше жылдан кейін көрісіп жатырмыз деп видеода жариялауда. Ақжарқынға бақыт тілейміз, әйелдік бақыт, ана бақытын тілейміз, үлгілі келін болуына тілектеспіз. Күйеуін көріп тұрғандарыңыздай өте здоровый сақалды кісі екен. Сіздер де Ақжарқынға бақыт тілейтіндеріңізді білемін, сенемін. Ақжарқын өте жақсы қыз, өте мейірімді, өте ақкөңіл. Тіпті қолынан барлық іс келеді десем де болады. Ақжарқынның суши сияқты типа лагман асханасы да бар. Өте жақсы қыз. Бақыт тілеңіздер. Ақжарқын бақытты болыңыз. Әйел бақытын сезініңіз, ана бақытын сезініңіз, балалы болыңыз, үбірлі-шүбірлі болыңыз, немерелі болыңыз Ақжарқын ханым.